Бүгін 20 июнь. Ауладағы көкөніс бақшасының жалғасы. Кеше ғана түсірген арасында білегі бар. Бір күннің ішінде шама өзгерістер бар. Мына жерде огурцыйды, қиярды байлап қойдық. Мына жерде тыква мен кабачкиді байлаған жоқпыз, ол жерге жайылып өседі. Мына жақ шетінде огурцый бар, кішкене тағы. Оны дайындап қойдық, байлап мынандай жасап. Мына жақта міне огурцый тоже. Бұлар кішкене нашарлау болып тұр, но бірақ өсіп жатыр. Мына жердегі огурцый кеше ғана болған. Бүгін уже үлкен гүлдері бар міне. Бүгін 20 июнь. Қарасаңыз, қандай тамаша. Мынандай істеп қойдық. Мынандай жіп тартып қойдық. Өте биік болып кетті ме деп ойлап тұрмын. Оған дұрыс қатесін айтасыздар. Мына жерге сарымсағын тұрғызғанбыз. Жерде дұрыс өспей тұр. Мына жерде рукола деген жылдам өсіп кетті. Одан мына жерде сәбіз өсіп жатыр. Мына жақта қызылшаны сүйреті керек көп тұр, бәрі өсіп жатыр. Мынау құлпынай, да жақсы кетіп жатыр. Мына вишня ағаштары бар, бұл жерде слива бар, ары қарай өте әлі жөнді ештеңе жоқ. Вишня, оған құмырсқалар шабуыл жасап, біраз өсуін тоқтатып қалды. Құмырсқаға мұндай жолына көз жасап кетерге болған болдық, бәрібір құмырсқа қиындық көріп тұр. Мына ағашта да ойында құмырсқа көрінбейді. Құмырсқа деген бәлем бар. Ағашымыз өспей қалды. Мына ағашымыз слива болу керек. Өсіп тұр. Мынау не нәрсе екенін білмеймін бұны. Сіздеріңіз қарап айтсаңыздар, не нәрсе екенін білмеймін. Мына жерде ағашымыз өспей қалды. Мынау малина да өспей қалды. Мына жерде қарақат. Осындай жағдай міне. Огурцыйды байладық. Бүгін 20 маусым. Жерде кішкене топырақтың суын жиектерін көтеріп топырақ грядканы реттеген болдық. Кинза өсіп тұрған. Мына жерде редиска болады, оны уже жеп қойдық, болды, бітті. Мына жерде морков, шпинат деген. Бұны да бұрын отырдық, бүгін жоқ едік. Өспей жатыр ма білмедік. Міне қалай өсіретінін білмейміз. Мына жерде укроп. Екі алма ағашы. Осындай жағдай.